Бекіре тұқымдас балықтарды сақтап қалу мақсатында ашылған бұл зертхана жұмысын 2009 жылдан бері жүргізіп келеді. Бүгінгі таңда бұл жерде балықтың бірнеше түрі бар. Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінің қабырғасында орналасқан бұл зертхана студенттер мен ғалымдардың ғылыми жобасы үшін зор мүмкіндік. Біздің лабораторияда балықтың пілмай, русский осетр, шип және де африканский сомдар бар. Оларды азықтандырып, суын екі мезгіл ауыстырып балық күтімімен айналысамыз. Теология аквакультура зертханасында балықтарға мысалы таңертең келгеннен азығын береміз. Және де олардың қарап шығамыз, тексеріп, ауырып тұрғаны жоқ па. Ауырып тұрғанда мысалы кейбіреуі судың түбінде жатады, или бетінде жүзіп жүреді. Сол күнделікті тексеріп тұрамыз. Егер ауырып тұрған болса, ветеринар дәрігерлерімізге ескертіп, сол кісілер қарайды. Бекіре тұқымдас балықтарды күтіп ұстаудың өзіндік ерекшелігі бар. Бұл жерде балықты өсіру технологиясы мен жобаны ғылыми зерттеу нәтижелерде анық көрініп жүр. Аймақта бекіре тұқымдас балықтарды сақтап қалу мәселесі қай кезде де өзектілігін жоймай келе жатқан дүние. Ғалымдар сол үшін де балық өсіруге ерекше күтіммен қарайды. Біздерде ғылыми жұмыстарды көптеп жүргіземіз. Соның ішінде бекіре тұқымдас балықтардың уылдырыққа жетілуін, олардың қай стадияда екенін біздер бақылап отыруымыз міндетке келеді. Сондықтан жаңағы стадиялары 5 стадияға дейін бөлінеді. Бірінші, екінші және үшінші стадия. Соған дейін жаңағы балықтардың морфологиялық жағдайын, немесе жаңағы уылдырыққа дамып келе жатқанын, немесе аналық немесе аталық екенін анықтау үшін жаңағы УЗИ аппаратымен өткіземіз. Сонымен қатар балықтарды өсірген кезде айтқанда ұзындығын, өсу көлемін, қоңдылығын, сонымен қатар дене өсімінің өсімталдығын байқап отыру керекпіз. Бүгінде бұл шағын су қоймасы ғылыми нысанға айналып үлгерді. Үлкен балықтарды ұстайтын орнынан бөлек, енді өсетін шабақтарды ұстайтын арнайы бассейні де бар.